وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Аллах тағаланың шексіз мейірімен 10 ақы сабағын бастаған болатынбыз. Иншалла бүгінгі берекелі кешімізде сол сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабақ екінші сабақ бізде. Біз бірінші сабақта сол кіріспесін алдық қысқаша. Енді бүгінгі екінші сабақта әл-хаққул аувал, бірінші ақыны аламыз. Айтады: әл-хаққул аувал хаққуллахи та'ала. Яғни бірінші ақы ол Аллах тағаланың ақысы. Аллах тағаланың ақысы. Ең бірінші құлдардан талап етілетін ақы ол Аллах тағаланың ақысы. Хадал хаққу ахаққул хуқуқ ва аужабуха ва аъзамуха дейді. Бұл ақылардың ішіндегі ең маңыздысы, өтелу керек болған ақылардың ішінде ең маңыздысы. Ва аужабуха ва аъзамуха. Және де бұл ең ұлысы және де ең міндетті ақы болып табылады. Ең маңызды. لأنه حق الله تعالى الخالق العظيم المالك المدبر لجميع الأمور. Неге? Өйткені ол Аллах тағаланың жаратушы болған, Аллах тағаланың бүкіл істің басқарушысы болған Аллах тағаланың ақысы болып табылады. Бүкіл әлем, бүкіл аспан, бүкіл жерлер, жындар мен адамдар осы үшін жаратылған. Осы үшін жаратылған ең маңызды ақы. Хаққул малик әл-хақ әл-мубин әл-хайюл қайюм әлләзи қамат бихи самауату вәл-ард. Бұл хаққул малик әл-хақ әл-мубин дейді. Бұл шынайы патшаның, анық, сондай ақиқат иесінің, мәңгі тірі, барлық нәрсені өзі ұстап тұрушының ақысы болып табылады. Ол Аллах тағала сондай: «Әлләзи қамат бихи самауату вәл ард». Бүкіл аспандар мен жерлер Аллах тағаланың қалауымен, құдіретімен өзінің ісін, тіршілігін жалғастырып жатыр. خلق كل شيء فقدره تقديرا بحكمة بالغة. Аллах тағала бүкіл нәрсені жаратып, ол жаратылыстардың барлығын өзінің сондай толық даналығымен өлшеп, барлығының тағдырын белгілеп қойды. Хаққуллахи аллази аужадака минал адам ва лам такун шай'ан мазкура дейді. Ол Аллах тағаланың ақысы. Ол сондай Аллах тағала сені жоқтан бар еткен еді дейді. Аужадака минал адам ва лам такун шай'ан мазкура. Оған дейін сен тіпті сондай аталуға да тұрмайтын бір жоқ болған едің дейді. Аллах тағала сені жоқтан бар етті. Хаққуллахи аллази раббака бин-ни'ам ва анта фи батни уммика фи зулуматин салас. Ол сондай Аллах тағала сені ананың ішінде, құрсағында болған кезде, сол жаңағы қараңғылықтың ішінде болған кезде Аллах тағала саған өзінің сансыз нығметтерін берген еді. Сен ешқандай уайымсыз сол жерде, өте қауіпсіз жерде Аллах тағала сені тамақтандырған еді. Сен ол жерде сен жақтан ешқандай да бір күште, сен жақтан бір талпыныста, бір еңбекте болған жоқ, жұмыста болған жоқ сен жақтан. Бірақ Аллах тағала сені сол
ананың ішінде болған кезде де сені ризықтандырған Аллах тағаланың ақысы. لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يوصلك إليك غذاءك ومقومات نموك وحياتك дейді. Сол ананың ішінде болғанда, сол жаратылыстардың ешқайсысы саған бір көмегін тигізе алмаған еді. Сенің ризығыңды саған жеткізіп бере алмаған еді дейді ананың ішінде болған кезде. Сенің өсіп кетуіңе сол саған керек қажетті нәрселердің барлығын жеткізген сол тек қана Аллах тағала, сол Аллах тағаланың ақысы дейді ол. أدر لك الثديين وهداك النجدين وسخر لك الأبوين дейді. Аллах тағала саған сондай ананың таза сүтін нәсіп етті, саған жақсылық пен жамандықтың жолын көрсетті, және де сенің әке-шешеңді саған Аллах тағала қызмет етіп қойды дейді. أمدك وعدك أمدك بالنعم والعقل والفهم. Аллах тағала сондай дейді, ол неше түрлі өзінің нығметтерін саған берді. Сол нығметтерін қарайтын болсақ, саған Аллах тағала ақыл берді, түсінік берді. وعدك لقبول ذلك. Сол осы ақиқатты, шындықты түсінетіндей, саған соны қабылдайтындай түсінік берді. Және де сол әрбір кез келген дұрыс нәрседен пайда алатындай қылды сені. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Аллах тағала Құранда айтып жатыр, Аллах тағала сендерді аналарының ішінен шығарған кезде еш нәрсе білмейтін едіңдер. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Солай Аллах тағала сендерге есту мүшесін берді. Әс-сәмә уәл-абсар, көру мүшесін берді. Солай уәл-афида, жүректі берді дейді. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Сендер Аллахқа шүкір етулерің үшін дейді. فَلَوْ حُجِبَ عَنْكَ فَضْلُهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ لَهَلَكْتَ дейді. Егер Аллах тағаланың кеңшілігі, мейірімі, нығметі сенен бір сәтке ғана тоқтап қалса, сен құрдымға кетуші едің дейді. Бір сәтке Аллах тағаланың нығметі тоқтап қалса, сен құрдымға кетуші едің дейді. وَلَوْ مَنَعَكَ رَحْمَتَهُ لَحْظَةً لَمَا عِشْتَ дейді. Аллах тағала өзінің мейірімін бір мезетке тоқтатып қойса дейді, онда сен тірі қалмас едің дейді осы дүниеде. فَإِذَا كَانَ هَذَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ بِكَ فَإِنَّ حَقَّهُ عَلَيْكَ أَعْظَمُ الْحُقُوقِ. Осы Аллах тағаланың саған берген кеңшілігін, мейірімін көріп тұрсын. Сондай көптеген нығметтерді берді Аллах тағала бізге. Біз отырсақ тұра аламыз, тұрсақ отыра аламыз. Дәмін білеміз тамақтың, иісті сезе аламыз. Сондай тіпті ананың құрсағының ішінде болған кезде де Аллах тағала бізге біздің еңбегімізсіз, біздің жұмыс жасауымызсыз бізге Аллах тағала сол ризықты беріп қойған еді. Сондай Аллах тағаланың нығметтерін санайтын болсақ, оны шегіне жете алмаймыз. Осындай нығметтерінің шетін көріп тұрсақ, فَإِنَّ حَقَّهُ عَلَيْكَ أَعْظَمُ الْحُقُوقِ. Ол Аллах тағаланың ақысы біздің алдымызда ең маңызды, ең ұлы ақы болып табылады. لِأَنَّهُ حَقُّ إِيجَادِكَ وَإِعْدَادِكَ وَإِمْدَادِكَ. Солай Аллах тағала бізді неге? Өйткені Аллах тағала бізді жаратты, бізге нығметтерін берді, бізге қажетті нәрселердің барлығын бізге Аллах тағала беріп отыр. Қандай сондай бір нығметтер, қаншамасын арманы біз сұрамайда бізге беріп отқан нығметтер бар Аллах тағаланың. إِنَّهُ لَا يُرِيدُ مِنْكَ رِزْقًا وَلَا إِطْعَامًا. Аллах тағала бізден ешқандай ризықты талап етіп отқан жоқ. Аллах тағала біз Аллах тағаланы тамақтандыруды да талап етіп отқан жоқ бізден.
Аллах тағала айтады Құранда: «Ла нас'алука ризқан, нахну нарзуқук, вал ақибату литтақуа». Біз сенен ешқандай ризық сұрап жатқан жоқпыз дейді Аллах тағала. Аллах тағала бізден ешқандай ризық сұрап жатқан жоқ. Біз сендерді тамақтандырамыз, ризықтандырамыз, керісінше. Вал ақибату литтақуа дейді. Расында жақсы нәтиже, соңғы ең бір жақсы аяқталу ол Аллахтан қорқатындарда болады дейді. Иннама юриду минка шай'ан вахида. Аллах тағала бізден қалап жатқан, бізден сұрап жатқан нәрсе ол бір нәрсе. Ол маслихатуху аидатун илейк. Оның пайдасы біздің өзімізге қайтады. Юриду минка ан та'будаху вахдаху ла шарика лах. Аллах тағала бізден сұрап жатқан ең үлкен ол нәрсе, Аллах тағаланың ақысы, ол Аллах тағаланың өзіне ғана құлшылық ету. Аллах тағаланың өзіне ғана құлшылық ету. Вахдаху ла шарика лах. Оған серік келтірмеу. Аллах тағала Құранда айтады: «Вама халақтул джинна вал инса илля ли'будун». Мен жындар мен адамдарды тек қана өзіме құлшылық ету үшін жараттым. Ма уриду минхум мир ризқи ва ма уриду ан ют'имун. Мен адамдардан, жындардан, олар мені тамақтандыруларын, мені ризықтандыруларын, мен оны сұрап жатқан жоқпын, қаламаймын да. Инна Аллаха хуар-раззақу зул қувватил матин. Расында Аллах тағала ол ризық беруші, ол өте аса қуатты, өте мықты. Юриду минка ан такуна абдан лаху бикулли маанил убудия. Аллах тағала сенен қалайтын нәрсесі, яғни құлшылықтың барлық жағынан құлшылық болып саналатындай сенен құлшылықты талап етеді. Кама аннаху хуа роббука бикулли маанир рубубия. Аллах тағала ол біздің Раббы болатындай бүкіл жан-жақты жаңағы қандай мағынаны қамтиды, ол бізге Аллах тағала Раббымыз болатындай, дәл сол сияқты біз Аллах тағаланың құл болатындай күйде біз оған құлшылық етуіміз керекпіз. Абдан мутазаллилан лаху, хадиан лаху, мумтасилан ли амрихи. Біз Аллах тағалаға мойынсұнған, оның алдында өзімізді төмен алған. Мумтасилан ли амрихи. Аллах тағаланың бұйрықтарын орындап, тыйымдарынан мужтанибан ли нахихи, тыйымдарынан тыйылған. Мусаддиқан би хабарихи. Және де Аллах тағаланың бізге түсірген кітаптарын, айтқан жаңағы сөздерінің барлығын растауымыз керекпіз. Сол үшін құл деген ол ғаятул мухабба, ғаятул хуб, яғни өте қатты жақсы көру, және де өзін төмен алу, яғни Аллахтың алдында өзінің құл санау. Сол құлдың анықтамасы өте қатты жақсы көру, және де Аллахтың алдында адам баласы өзін құл санау, яғни төмен санау. Баракаллаху фикум. Сол үшін ғалымдар айтады, адам баласы егер не нәрседен қатты жоғалтуын қорыққан болса, ол соны жақсы көретіндігінің белгісі. Сіз қалай өзіңіздің мысалы балаңызды, өзіңіздің мал-мүлкіңізді жоғалтып алудан қалай қатты қорыққан болсаңыз, дәл сол сияқты ол соған дәлел болады, сіз оны жақсы көресіз деген сөз. Кейде адам баласы мал-мүлікті басқасынан қатты жақсы көруі мүмкін. Оның жоғалтып алудан ол қорқады. Ол сол мал-мүлік үшін өзінің туғанымен, өзінің жаңағы әке-шешесімен деген сияқты өзінің бала-шағасынан да ажырауға дайын тұрады. Мал-мүлік десе ол бірінші орында тұр ода. Яғни жоғалтып алуды қалай қорыққанына қарап, адам солай ол түсіне берсе болады, ол соны қатты жақсы көретіндігін. Дәл сол сияқты ғалымдардың айтып отқан сөзі, ол біз осы жүрегіміздегі иманымыз, біз өзімізді қалай құл санаймыз Аллахтың алдында? Біз шынайы, біз мұсылманбыз ба? Біз Аллах тағаланы Раббы ретінде көреміз ба шынайы? Сол үшін әркім өзіне сұрақ қою керек. Мен осы жүрегімдегі иманымды жоғалтып алудан мен қорқамын ба, мен қорықпаймын ба?
Біз ақшаны жоғалтудан қорқамыз, өйткені сол белгі ол жақсы көретіндігіміз. Дәл сол сияқты біз иманымызды жоғалтудан қорқсақ, егер міне шынайы махаббаттың белгісі осы. Қалай дейді олай болмасқа? Өйткені сен Аллах тағаланың нығметін тоқтаусыз көріп отырсың ғой дейді. Егер біреу бізге $1,000,000 беріп, саған көзіңді берші маған десе де, біз бермейміз ғой, біз оған. Көзімізді сатып жүрмейміз ғой біз оған. Қанша ақша берсе де бізге. Ол белгі да, ол сондай, оны жақсы көреміз, біз одан айырылғымыз келмейді көзімізден. Біз өзіміздің денсаулығымыздан айырылғымыз келмейді, біз оны жақсы көреміз. Соны беріп отқан кім енді бізге? Бір адам емес. Бір қарапайым адам бізге бір сыйлық сыйласа, біз оны мақтап, жақсы көріп кетеміз. Оның алдында бір соған деген бір, енді ол әрине ол адам деген адамгершілігі бар адамға қатысты айтып отқан нәрсе ол. Сізге жақсылық қылған адамды сіз ұмытпауға тырысасыз. Оған шүкір етуге, оған бір жақсылықтарды жасауға деген сияқты. Қалай сіз сол бүкіл жақсылықтарды беріп отқан, сіздің көзіңізді, сіздің шашыңызды, сіздің денсаулығыңызды, сіздің жаңағы жүрегіңізді, денедегі бүкіл жасап тұрған жаңағы ағзаларыңыз, біреудің қаншама бала шағасы бар, біреудің қаншама үйі бар, қаншама көлігі бар дегендей. Субханалла. Нығметтер дейтін санайтын болсақ, шегіне жете алмаймыз. Афала тастахи ан тубаддила хадихи ни'ам куфра. Сол нығметтердің жаңағы оған шүкір етпеуден ұялмайсың ба дейді шейх айтады. Афала тастахи, одан ұялмайсың ба? Сол Аллах тағала бізге қаншама нығметтерді беріп отыр, соған шүкір етпеуге енді ұялмаймыз ба сонда біз? لو كان لأحد من الناس عليك فضل لاستحييت أن تبارزهم بالمعصية. Егер адам баласының біреуі бізге бір сондай бір жақсылықтар жасаған болса, оның жақсылығына қарай біз оны жақсы көреміз, оны ренжіткің келмейді, оның алдында өзінің жақсы ұстағың келеді. وَتُجَاهِرَهُ بِالْمُخَالَفَةِ. Оған бір қарсы бір пікіріңді білдіргің келмейді, іштей қарсы болсаң да ренжітіп алмайыншы деген сияқты. فَكَيْفَ بِرَبِّكَ الَّذِي كُلُّ فَضْلٍ عَلَيْكَ. Қалай енді біз бүкіл жақсылықтарды беріп отқан Раббыға, Аллахқа қатысты біз оған осындай жауаптарды қайтарамыз, яғни күнәлармен. فَهُوَ مِنْ فَضْلِهِ وَكُلُّ مَا يَنْدَفِعُ عَنْكَ مِنْ سُوءٍ فَمِنْ رَحْمَتِهِ. Аллах тағала бізден қаншама жамандықтардан бізді алып қалды. Қаншама жамандықтардан алып қалды. Біз сұрамаған нығметтерді Аллах тағала бізге беріп отыр. فَكَيْفَ بِرَبِّكَ. Ендеше қалай біз Раббымызға шүкір етпеске, оның ақысын бермеске? وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Сендердегі барлық нығмет ол Аллах тағаланың беріп отқаны. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Егер бастарыңа бір қиыншылық түссе, бірден Аллахтан жалбарынып көмек сұрайсыңдар дейді. Ал нығмет барысында ойнап, күлкімен, күнәмен өткізіп жатамыз. وَأَنَّ هَذَا الْحَقَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ لَيَسِيرٌ سَهْلٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ деді. Аллах тағала сол міндеттеген бұл бізден сұрап жатқан Аллахтың ақысы, ол жеңіл. Ол. Бірақ адамдардың бізден сұрайтын ақысы ол шынымен де ауыр да. Сен адамдардың алдында қателік жасасаң, адамдар сені кешірмей, сені бірден жазаға тартуға дайын да олар. Бірден сазайыңды беруге олар дайын. Аллах тағала олай емес. Қаншама біз қателік қылсақ та, кемшілік қылсақ та, Аллах тағала кешіруге дайын. Бізге уақыт береді. Өте мейірімді. Анадан да асқан мейірімді Аллах тағала деген. Анадан да асқан өте мейірімді. Анасы баласына қалай мейірімді болса, Аллах тағала одан да қатты бірнеше есе мейірімді адам баласына. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ حَرْجًا وَلَا ضَيِّقًا وَلَا مَشَقًّا. Аллах тағала сол бізден талап етіп отқан ақыда
бір ондай бір ауыр нәрсе жасаған жоқ, бір қиындатқан жоқ оны. Ол адам оған шамасы жететін қылды. Адам оған шамасы жететін қылды, альхамдулилля. Ауырып жатқан болса жеңілдіктер көп, сапарда болса жеңілдіктер көп. Жалпы қарайтын болсақ, анау кәпірлердің істеп жатқан өздерінің жаңағы құдайларына істеп жатқанмен салыстыратын болсаң, жеңілдік өте көп. قال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. Аллах тағала айтып отыр, Аллах жолында лайықты түрде күресіңдер дейді. Ол Аллах тағала сендерді таңдады дейді осыған. Аллах тағала сендерді оған осы жолға таңдады. Ол бостан бос болып отқан нәрсе емес, бәрібір кездейсоқ болып отқан нәрсе емес. Аллах тағала сендердің аталарының Ибрахимнің дінінде сендерге ауыртпашылық жасаған жоқ. Ол өте жеңіл. Аллах тағала сендерді бұрында да, яғни осы Құранда да сендерді мұсылмандар деп атады, мұсылман деп атады. Пайғамбар сендерге куә болу үшін, және де сендер адамдарға куә болу үшін. Намаздарыңды оқыңдар, зекеттеріңді беріңдер, және де Аллахтан нық жабысып ұстаңдар дейді. Яғни оның Құранынан, сүннетінен, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Аллах тағала сендердің қамқоршыларың. Ол неткен керемет қамқоршы, неткен керемет жәрдемші. Бұл өте керемет сенім болып табылады. Өте көркем сенім осы. Бұл ақиқатқа негізделген дейді. Және де одан, осы сенімнен Аллахтың ақысын деген нәрсе, оны берген кезде, беріп отқан кезде Аллахтың ақысын, сол міндетімізді орындаған кезде Аллахтың алдында, ол қандай ол міндет? Оның жемісі сондай салиқалы амал болатын, жаңағы махаббат болатын, ұлықтау болатын, және де ықылас болатын, сондай жемісі бар бұл міндет болып табылады. Егер Аллахтың ақысын берсек, Аллах тағала бізді, шыншыл болсақ, Аллах тағала бізді осы жемістерсіз тастап қоймайды. Осы жемістерсіз тастап қоймайды. Береді Аллах тағала, баракаллаху фикум. Ақидатун қауамухал мухабба уат-таъзим ва самратухал ихлас вал мусабара. Ол сондай сенім, ол Аллах тағаланы жақсы көру, ұлықтау деген негіздердің үстінде құралған. Оның жемісі ықылас, адамның амалында салиқалы амал көрінеді. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол Аллахтың ақысын бізге жаңағы түсіндірген кезде, жаңа Бұхари Муслимде келген хадисте, жаңа Муаз ибн Джабал екеуі кетіп бара жатқан кезде түсіндіреді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалама. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху Муазбен есектің үстінде кетіп бара жатқан. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалама Муаздан сұрайды. Муаз дейді. О Муаз, атадри ма хаққуллахи алал ибад ва хаққул ибади алаллах? Аллахтың адамдардың алдындағы ақысын және де адамдардың Аллахтың алдындағы ақысын білесің бе дейді. Сонда Муаз ибн Джабал айтады радиаллаху та'ала анху, Аллах және оның елшісі жақсырақ біледі дейді. Аллах және оның елшісі жақсырақ біледі дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Аллахтың адамдардың алдындағы ақысы Аллахқа құлшылық ету және серік қоспау дейді. Аллахқа құлшылық ету және серік қоспау Аллахқа. Яғни ол құлшылықсыз өткізбеу керек адам. Құлшылық ол Аллахтың ақысы ол. Бізден талап етіп отқан біздің Аллахтың алдындағы міндетіміз ол. Аллахқа құлшылық, сол құлшылықты Аллахқа арнау.
және де Аллахқа серік қоспау. Сол үшін құлшылық ету, ол қалайда құлшылық етпеу ол болмайды. Мен серік қоспаймын деп жүре берсе, ол дұрыс емес ол. Ол Аллахтың ақысын беріп отқан жоқ. Сол үшін пайғамбарымыз үйретіп отыр, Аллахқа құлшылық ету дейді ол. Және де серік қоспау керек. Енді біреуі екіншісін ажырамайды. Біреуі енді тек қана мен серік қоспай жүре беремін десе, ол болмайды ол. Өйткені ол шайтанға ұқсау. Неге? Шайтан сол бұйрықты орындаған жоқ. Шайтан бұйрықты орындаған жоқ. Аллахтың бұйрығына қарсы келді ол. Енді біреу мен Аллахқа құлшылық қыламын дейді, бірақ екінші жағын алмайтын болса, яғни оған серік келтірмеуді жағын, онда ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уақытындағы мүшриктерге ұқсаған болады. Неге? Өйткені олар да Аллахқа құлшылық қылатын еді. Олар да өздерінше бір қажылықтарын қылатын еді. Тауаф қылатын еді Қағбаның айналасында. Өздерінше нәзір беретін, өздерінше мал соятын оларда. Бірақ та Аллахқа құлшылық қылатын, бірақ та олар өздерінің пұттарына да не істейтін, құлшылық қылатын еді. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып отыр, Аллах тағаланың құлдарының алдындағы ақысы, құлдар Аллахқа ғана құлшылық ету керек және оған серік қоспау керек. Сол үшін құлшылық етпеу ол дұрыс емес ол. Құлшылықсыз жүру, бұйрықтарын орындамау, тыйымдарынан тыйылмау, ол құлшылық емес, ол Аллахтың ақысын беріп отқан жоқ ол адам. Сол үшін Аллахтың ақысын беру, ол дегеніміз, яғни ол құлшылық ету Аллахқа, оған серік қоспау. Хамсу салауатин фил яуми вал лейла юкаффируллаху бихиннал хатая. Аллах тағала парыз еткен күндіз түні оқитын 5 намаз. Сол себепті Аллах тағала адамның күнәларын кешіреді. Күнәларын не істейді? Кешіреді. Ва ярфау бихинна даражат. Осы 5 уақыт намаз себепті Аллах тағала құлдың дәрежесін көтереді. Ва яслиху бихиннал қулуб вал ахвал. Сол дұрыс намаз себепті, Құрандағы сүннеттегі келген дұрыс намаз себепті адамның жүрегі де және де оның жағдайы жақсарады. Сол үшін намаз оқымай жүрген кезіңізді еске алып көріңіз. Аллах тағала сізді қандай зұлымдықтардан сақтап қалды. Ол жерде ақы деген не ол? Әке-шешеге деген құрмет деген не ол? Ол дін деген не? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам деген кім? Білмейтін едік біз. Яти бихинна ал-абду бихасаби иститаатихи. Құл қолдан келгенше осы 5 уақыт намазын тастамай оқу керек. Қолдан келгенше. Енді оның ішіндегі намазға қатысты жаңағы оның шарттары, оның рүкіндері, оның парыздары қолдан келгенше оны үйрену керек адам. Аллах тағала айтып отыр: "Фаттақуллаха мастата'тум". Аллахтан шамаларың жеткенше қорқыңдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Имран ибн Хусейнға айтады, ол ауырып жатқан кезде салли қаима дейді. Сен намазыңды тұрып оқы дейді. Ауырып жатқан адам сахабиге, егер сен тұрып оқи алмасаң, фа иллям тастати' фа қаидан дейді. Онда отырып оқы дейді намазыңды. Егер сен отырып оқи алмасаң, онда жан басыңа жатып оқы дейді. Альхамдулилля. Қолдан келгенше оқу керек адам. Қолдан келгенше жасау керек сол бұйрықтарды. Және де зекет. Уахия джузун ясирун мин малик. Ол кішкене ғана бөлік сол адамның егер сол мысалға 100 мың жаңағы доллары болатын болса, адамның 100 мың доллар, оның 2,5%. Ол қашан ол? Ол 1 жыл сол ақша тұру керек адамда. 1 жыл сол адамда сол ақша тұру керек. Біз өзімізге де жұмсап жатырмыз. Неше түрлі тамақ, неше түрлі қыдыру, ойын, неше түрлі киім, әртүрлі көлік деген сияқты. Бұл жаңағы зекет, азғантай зекет сол берілетін. Ол تدفع في حاجة المسلمين للفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين وغيرهم من أهل الزكاة. Бұл зекет сол жаңағы пақыр,
міскін, жағдайы жоқ сонда кедейлерге, жолда қалған жолаушыларға жаңағы, иә, Аллах жолында жүргендерге берілу керек болған, қарызға батқандарға берілу керек болған, иә, ол кішкентай ғана бөлігі сол малыңнан, ақшаңның. Сияму шәһрин уахидин фиссана. Және де Аллах тағаланың ақыларының бірі жылына бір ай ораза ұстау, Рамадан айында. وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Кімде-кім сапарда болған болса, ол ұстамаса болады. Немесе ауырып қалған болса, ол ұстамаса болады. Иә, кейде тіпті ұстамау керек болады ол. Егер ауруы, мысалға, оның денсаулығының жаңағы жағдайын нашарлатқан болатын болса. وَمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ لِعَجْزٍ دَائِمٍ يُطْعِمُ مِسْكِينًا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ. Сондай аурулар бар, ол жазылмайтын аурулар. Оған мүлдем ұстауға болмайды. Ол адам бір күнге бір міскінді тамақтандырады. Хаджул бейтил харам. Және де өміріне бір рет Аллахтың сол жаңа бұйрығын орындап, қолдан келгенше шамасы жетсе, жаңа Қағбаға барып қажылық жасау. Хадихи хия усулу хаққилла. Осы айтылғандар Аллах тағаланың алдындағы ең негізгі міндеттер. Жаңағы оған дейін айтылған сияқты, оған шүкір ету, бұйрықтарын орындау, тыйымдарынан тыйылу, одан ғана қорқу, оны қатты жақсы көру. وَمَا عَدَاهَا فَإِنَّمَا يَجِبُ لِعَارِضٍ. Одан да басқа жаңағы белгілі бір жағдайларға қатысты бір парыз іс-әрекеттер бар. Унзур я ахи хадал хақ ал-ясир амалан ал-кафир ажран дейді. Қарашы дейді, Аллах тағала бізден талап етіп отқан сол міндет, біздің міндетімізді қарашы дейді. Өте азғантай, ондай көп нәрсе емес бізден сұрап отқан Аллах тағаланың. Бірақ Аллах тағаланың беріп отқаны бізге өте көп. Иза кумта фихи кунта саидан фид дуния вал ахира. Сол Аллах тағаланы бізден сұрап жатқан бұйрығын, міндеттемелерді орындайтын болсаң, осы дүниеде де, ақыретте де бақыттылардан боласың. Ва наджаута минан нар ва дахалтал жанна. Ақыретте тозақтан Аллах тағала сақтап, жәннатқа кіргізеді. Фаман зухзиха анин нар ва удхилал жанна фақад фаз. Ва мал хаяту дуния илля матаул ғурур. Кімде-кім тозақтан сақтанып, алсатылып, жәннатқа кіретін болса, міне нағыз жетістікке жеткен адам осы дейді, үлкен жетістік осы дейді. Ал дүниеге келетін болсақ дейді, ол бір өткінші, алдамшы бір дүние дейді. Сол үшін Аллах тағаланың өзіне құлшылық қылған адамды Аллах тағала тозақта мәңгі қалдырмайды. Аллах тағала тозақта мәңгі қалдырмайды. Оның қандай да бір кемшіліктері болуы мүмкін. Аллах тағаланың ақысы егер орындалған болса, Аллах тағала оны жәннатқа кіргізеді. Қалайда? Егер Аллахтың ақысы орындалмаса, бірақ небір оның жасаған нәрселері бар, мысалы жақсылықтары, бірақ Аллахтың ақысы орындалған жоқ. Ондай болатын болса, ол мәңгі тозақта қалады. Егер Аллахтың ақысы орындалмайтын болса. Сол үшін Муаз радиаллаху та'аля анхудан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама сұраған кезде, Аллахтың ақысын білесің бе деген кезде, Муаз айтады, Аллах және оның елшісі жақсырақ біледі дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, Аллахқа құлшылық ету, оған шерік қоспау. Құлшылықсыз шерік қоспаймын мен деген болмайды. Ол қалайда құлшылық Аллахтың бұйрығын орындау керек. Ол Аллахтың ақысы, бауырлар. Аллахтың беру керек болған ол ақысы. Ол ең үлкен ақы ол. Сол үшін мына парыздар жаңа айтылған, ол ең үлкен діндегі ең үлкен құлшылықтар. Оны біз тастай салу, оны бүйтіп қоя тұру деген сияқты нәрсе жоқ. Ол қалайда ол орындау керек, ол Аллахтың ақысы. Сол, осы бүгінгі бірінші ақы Аллах тағала естігенді пайдалы етсін. Сол үшін ғалымдар айтады, егер де адам баласы сол Аллахтың ақысын білгісі келсе, Ибн Аббастан келген хадисті оқысын дейді.
Аллах тағаланың ақысын білгісі келсе, Ибн Аббастан келген хадисті оқысын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама Ибн Аббасқа айтады: «Я ғулам», дейді, «Ей балақай, уаллимука бикалиматин», мен сені бір сөздерге үйретем дейді, бір нәрселерге үйретем дейді. Ол ихфазиллаха яхфазук дейді. Аллахты сақта, Аллах сені сақтайды дейді. Аллахты сақта, Аллах сені сақтайды. Аллахты сақта, Аллахты алдыңнан табасын. Саған сенде басында жеңілдік сондай, кеңшілік уақытында Аллах тағаланы таны дейді. Тануға тырыс, дінін үйрен, Аллах тағалаға бет бұр. Сонда қиындық уақытында Аллах тағала саған жеңілдетіп қояды дейді. Және де біл дейді, егер адамдардың барлығы қарсы саған бір зиян келтіру үшін жиналатын болса, егер Аллах тағала оны қаламаса, олар ешқандай зиян тигізе алмайды дейді саған. Және де барлығы жиналып саған бір жақсылық қылмақшы болса, бірақ Аллах тағала оны қаламаған болса, олар ешқандай жақсылықты жасай алмайды дейді саған. Және де сұрайтын болсаң, Аллахтан сұра дейді. Ида саальта фасалилла дейді. Осы Аллах тағала бізден талап етіп отқан нәрсесі осы. Егер Аллахтың дінін, шекарасын сақтайтын болсақ, Аллах сақтайды бізді. Қаншалықты біз сода мықты болсақ, Аллахтың ақысын беруде Аллах тағала бізге жәрдем береді. Бүкіл істі иншалла Аллах тағала реттеп қояды ісімізді. Осы Аллах тағала баршамызды кешірсін, барлығымызды жәннатында жинасын. Расында Аллах тағала естуші, дұғаларға жауап беруші. Аллаху алям, субханак, Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.